Жаңалығымызда Астанадағы лифтіде болған оқиғадан бастайық. Дәл қазір Нұра ауданының полиция департаментінде 5 жасар баланың бетін пышақпен тілген жасөспірімнің ісі бойынша тергеу өтуі тиіс. Яғни ол арада күдікке ілінген 14 жастағы бала мен зардап шеккен балғынның ата-анасы да болуы мүмкін. Арнамыздың түсіру тобы сонда тілшіміз Инара Барсақбаева тікелей қосылымға шықты. Инара, кеш жарық, сіз эфирдесіз. Кеш жарық, біз қазір Нұра ауданының полиция департаменті ғимаратының алдында тұрмыз. Мұнда лифтіде болған оқиғаға қатысты тергеу шаралары жүріп жатыр. Бұл араға 5 жасар баланың бетін пышақтап тілгілеген жасөспірімді жеткізілген деген ақпарат бар. Тергеу құпиясына байланысты түсіру тобын бірақ ішке кіргізбеді. Инара, кешелі бері әлеуметтік желіде зардап шеккен отбасына белгісіз біреулер материалдық көмек көрсетті деген ақпарат тарады. Яғни жомарт жандар несиелер мен ипотекасын түгел жауап беріп деген мәлімет бар. Осы туралы сұрай алдыңыз ба? Иә, Ардақ, біз оны баланың ата-анасынан сұрап көрдік, бірақ анасы үшін қазір ең маңыздысы баланың денсаулығы. Біз қазір сұхбатын тыңдап көрейік. Енді қаншама балалар бар, ондай ауыратында мемлекет жағынан поддержка, наверное, оларға да тоже керек. Психбольница деген сияқты жаңағы лечебные больницы. Ондай қазіргі уақытта осындай неше түрлі аурулар көбейіп кетті ғой. Сол жағынан мемлекеттен бір поддержка беретін шығар. Енді ол жақта бұл жерде енді комплексные меры принимать ету керек деп депутаттар да бәрі айтып жатыр ғой. Жалпы қазір операциядан шыққан балғынның жағдайы түзеліп келеді. Ол үйінде ем алып жатыр. Оның ата-анасына да психологиялық көмек көрсетілген. Бұл отбасы жеке адвокат жалдап алған екен. Ендеше сотқа дейінгі тергеу барысы қалай өтіп жатқанын адвокаттың аузынан естейік. Сұхбатты алдын ала жазып алған едік. Назарларыңызға ұсынамыз. В первую очередь, данный подозреваемый должен был... Әуелі сот санкциясын алғаннан кейін күдікті уақыт жастау изоляторына қамалу керек. Бірақ оны арнайы мекемелерге ауыстыруы мүмкін. Айта кетейік, күдіктіге ілінген 14 жастағы бала психодиспансерлік есепте болған. Сондықтан қазір оның қайда екенін айта алмаймыз. Қолымызда ол туралы нақты мәлімет жоқ. Заң бойынша мұндай жасөспірімді уақытша ұстау изоляторына қамамайды. Үй қамағында немесе емдеу мекемесінде болуы мүмкін. Бұған дейін құзырлы орган өкілдері тиісті тергеу тексеру амалдар аяқталған соң күдіктіге қандай шара қолданылатыны айтылады деген болатын. Осы іске қатысты тағы айтатын бір жайт. Лифтте болған бейне кадрлерді және әлеуметтік желіде зардап шеккен баланың аты жөнін және ата-анасының мекен жайын әлеуметтік желіде таратқан үшін тағы 2 қылмыстық іс қозғалды. Редакция сөз тізгіні өздеріңізде. Көп рахмет. Тікелей байланысқа шыққан әріптесім Инара Барсақбаева.